О, бисмилля. Так, бір микрофон істеп тұр. Сәлем достар, сіздерге жарайсыздар деген келеді, себебі менің каналымды әрқашан ізденісте жүретін дамуға құштар адамдар көреді. Мен сіздерге бүгін просто мен қалай сабақ түсіремін, дәл соны үйрететін боламын. Бұлай немесе бұлай. Көріп тұрғандарыңызға керекті информацияның барлығы экранның толық бөлігін алып тұрады, ал өздеріңіздің түрлеріңізді экранның шетіне қойсаңыздар болады. Бұл негізінде көпшіліктің сұранысы бойынша, әсіресе мұғалімдердің сұранысы бойынша түсіріліп жатқан экстерный сабақ. Ендеше кеттік. Назарларыңызға менің ютубтағы сабақ жазу процесім. Ең алдымен мен өзімнің отыратын орнымды дайындаймын. Одан кейін барып камера. Сіздер өздеріңіздің телефондарыңызға жаза берсеңіздер де болады. Құрметті көрермен, мына аппараттардан қатты қорқып кетпеңіздер. Өйткені мен проф-видеографпын. Менде бұндай аппараттардың барлығы бар. Сіздерде бұндай аппараттарды қойып қатты қиналудың қажеті жоқ. Өздеріңіздің үйдегі қандай светтеріңіз бар, соларды пайдаланып түсіре берсеңіздер болады. Главное, беттерің жарық болса болды. Келесі бізде запись экраны, оны мен сіздерге iPad арқылы жасап көрсетемін. Ноутбукқа қалай запись экранын қосу керектігін мен мына сабақта тегін үйреткен болатынмын. Ал қазір біз планшет, яғни iPadта запись экранын жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Мен мысалға YouTube сабақ үйретіп отырмын сіздерге қазір ютубта. Сіздер де осылай өздеріңіздің слайдтарыңызды ашып қоясыздар да, запись экранын жасап аласыздар. Өйстіп сабақтарыңызды өте бересіздер. Ендігі бізге керек бірінші материал, ол сіздің түріңіз, ал екінші запись экраны. Осы екеуін енді біз монтаж арқылы біріктіретін боламыз. Түсінікті болу үшін CapCut қосымшасымен жасаймыз. CapCutқа кіргеннен кейін плюс, яғни новый проектке басамыз. Сол жерден өзімізге керек түрімізді және де запись экранын таңдап добавитке басамыз. Одан кейін көріп тұрғандарыңыздай өзіңіздің түріңіз және де запись экраны екеуі таймлинияға түсті. Но соңында ғана алып тастасақ болады. Бұл обыденный знак бізге керек емес. Енді мінекей, мына сіздің өзіңіздің түріңізді запись экранының алдына шығару керек. Яғни біз слоймен жұмыс істейміз. Өзіңіздің түріңізге басасыз. Сол жерден біз наложение дегенді таңдаймыз. Вот, наложениені басқаннан кейін, қазір қараңыздар, біздің түріміз запись экранының алдына шықты. Яғни слой пайда болды. Енді осы видеоға тағы да басамыз, яғни өзіміздің түрімізге тағы да басамыз. Сол жерден біз маска дегенді таңдап аламыз. Маска деген керек бізге. Так, мінекей маска деген таңдадық. Бұл жерден бізге домалақ, яғни круг керек. Кругқа басамыз. Вот, көріп тұрғандарыңыздай, сіздерді толықтай қырқып алды. Біз өзіміздің түрімізге алып барамыз да, мынау ползуноктармен сәл сопақшалау қылып үлкейтсек болады. Одан кейін бұны ұстап біз екі саусақпен экранға басып кішірейтеміз. Яғни қазір слишком үлкен болып тұрға, бұны біз кішірейтеміз. Содан кейін өзіңіз қалаған бір шетке апарып қойсаңыз болады. Енді запись экраны. Запись экраны біз көріп тұрмыз, сәл разрешениесі келмей тұр. Оны біз екі саусақпен үлкейтіп келтіріп аламыз да, бізде сабақ пайда болды. Енді экспортқа басамыз. Экспорт жасалғаннан кейін біз бұны галерея немесе фотодан басып көрсек болады. Міне біздің сабағымыз дайын. Бұны көбінесе ютубқа сабақ түсіру немесе толықтай өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша курс жазғыларыңыз келетін болса, осылай пайдалансаңыздар болады. Ал енді сіздерге тапсырма, бұл видеоны көріп болғаннан кейін жай жауап қоя салмай, практика жүзінде қолданып көріңіздер. Прям курс бастап кет деп айтып жатқан жоқпын сіздерге. Просто бір сабақтарыңызды, бір тақырыптарыңызды алып, планшетте запись экранын жасап, өздеріңізді түсіріп, сол екеуін біріктіріп, монтажда финиш болады ғой, түгелде бір видеоны алып, өздеріңіз соны қарап көріңіздер. Уже сіздерде одан кейін сенімділік пайда болады. Оқтай, мен жасай алады екенмін деген сияқты. Содан кейін өздеріңіз оны әрі қарай алып кетесіздер. Міндетті түрде сабақтарыңыз жазасыздар, пайдалы сабақтар, тегін сабақтар, курстарыңыз түсіресіздер деген сияқты. Сіздер бір орында қалып кетпейсіздер. Сонымен қатар, осы менің дәл қазір сіздерге түсіндірген сабағым ұнаған болса, лайк басыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Ал егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Мен барынша оқып, сіздерге жауап беруге тырысамын. Келесі кездескенше.